Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге сүйікті тағамымыздың бірі мантының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен мен сиырдың тартылған етін, құйрық май бұл менде тұздалған, картоп және жуап қосатын боламыз. Ең алдымен құйрық майымыздан бастап картопымызды, жуамызды барлығын бірдей ұсақтап кубиктеп турайтын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, қойдың құйрық майы ол өте пайдалы. Мына тағамға, мантыға қосқан кезде мантымыз өте сочный, дәмді болып шығады. Мінекей, барлығын турап болдық. Ендігі жерде дәміне қарай тұзы мен бұрышын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен тұзды аз ғана салдым, себебі құрамындағы құйрық май тұздалған болатын. Мінекей, фаршымыз толығымен дайын болды. Ал қазір мантының қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін су және тұзды пайдаланамыз. Мен тұзды қасықтың ұшымен сәл ғана бөлме температурасындағы суымызға араластырып, нанымызды илейтін боламыз. Тұзымыз толығымен еруі қажет. Қазір жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Өте қатты, өте былшырақ, жұмсақ болмауы қажет. Мінекей, илеп болдық. Енді 15-20 минутқа қамырымызды тындырып қоятын боламыз. Қамырымызды жаймас бұрын мантаваркамызды дайындап аламыз. Менде 2 қатар. Содан соң фаршымыз, кейінірек нанымызды жазып бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тестіміз керемет болып шықты. Енді осыны мен 4 бөлікке бөліп жазатын боламын. Мінекей, нанымыз дайын. Енді бірнеше бөліктерге кубиктап бөлетін боламыз. Тестіміз өте жұқа, күшті болып шыққан. Қазір енді фаршын салып бастайтын боламыз. Енді мантыны түйуге келетін болсақ, әркімнің түйуі әр бөлек. Қазір менің өзім қалай түйетімді көрсететін боламын.
Мантымызды жасап болдық. Енді 40-45 минутқа орташа отта пісіретін боламыз. Мантымыз піскенше подливасын дайындап қоямыз. Оған бізге сәбіз, жуа және де гхи майы қажет. Алдымен жуамызды ұсақтап турап аламыз. Содан соң сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Енді осы подливасын дайындау үшін мен шімшік май қолданбаймын. Оның орнына құрамы таза гхи майын пайдаланатын боламын. Бұл әрі дәмді, әрі пайдалы. Бұдан тек қана бір ас қасық алсаңыздар болады. Мінекей, мантымыз дайын болды. Үстіне әдемілеп подливамызды құйып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.